Сәлем достар, өте дәмді жұмсақ және үлпілдек болып пісетін лепешкалар жасайтын боламыз. Осы рецепті көп адам сұраған болатын, сол себепті сіздермен бөлісейін. Ең алдымен жылы су, жылы сүт, қантымызды салып, ашытқымызды қосып, тұз және шемішкі май қосып, ұнымызды салып отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тағы да кішкене шемішке май құйып, барлығын жақсылап иін қайтарып, араластырып, бетін салафанмен жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, 4 немесе 5 бөлікке бөлеміз. Бөлген бөліктерді осылайынан түйіп, тапамызға салып, тағы да көтерілгенше 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін көтерілгеннен кейін ортасын осылайынан шұңғылдап, мен стаканмен жасадым. Потом вилкамен осылайынан ұрып шығыңыздар, қаттырақ, өйткені қазір піскен кезде ортасы көтеріліп кетпеу керек. Жұмыртқамызды жағып, кунжут